Пәк емес қызды алса не болады дейді. Ештеңе болмайды. Бақытты боласың. Баласымен алсаң да жақсы болады. Түнде ашынып қалсаң арқаңды жауып тұрады. Үйреніп қалған ол бала қарап. Сен де бір баласы боласың, жақсы болады. Қиналмай бала болып қаласың, Құда қаласа. Ұл қыз екенде переживать етіп жүрмейсің роддомда, жақсы болып қаласың. Бірақ алатын адам бөлек болады. Алатын адам сен сияқты сұрамайды, ол алады. Сондықтан алатын адам алады. Алмайтын адам ол болмайтын сөздерді сұрай береді жан. Нұрлан аға, адамдар жұптарымен жаралған дейді. Алла тағала неге бізге выбор жібере ме? Жар таңылуда әлде пешенемізге жазылған сол бір адамды кездестіреміз бе дейді. Дұрыс сұрақ. Өте дұрыс сұрақ. Мынау сенсің, кішкене томпақ қызсың. Мынау қазақтың жігіті. Екеуің бүйтіп келе жатасың да, мынау жазылған негізі тағдырыңашы. Но сен былай өтіп кете бересің, ол былай өтіп кете бересің. Сәлеметсіз, здрасте. Добрый утро, өтіп кете бересің. Болды, өтіп кете береді өмір. Жазылғансың ғой сен енді. Томпақ қыз кетпейді. Мынау маған жазылған спортсмен. Бұл кетпейді деп жүре берсең, кете бересің. Өмір кете бер. Былай, здрасте деп өтіп кете бересің. Егер сен бұған прямой айтпасаң, бұл саған прямой қайырлып өміріңді жалғап екеуің бірге кетпесіңдер, өтіп кете бересің, сон өмір бітеді. Солай мәселе. Сондықтан аппақ атпен, көк атпен келеді деген сөз жоқ. Сіз өзің әрекет қыласың, сон бар болса бар болады, маңдайыңдағы көресің арзан. Таппай жатсаң, басқаша жазылған шығар. Бір адамға жабысып қалмау керек. Сен Дженнифер Лопес болсаң да, ол Тимоти болса да, айналайын, өтіп кете беру керек болды. Амандасу керек, сөйлесу керек. Осылай ойым бар. Неге көзіңді қысып отырсың маған? Ұнайын ба? Ұнасаң ал дейсің. Ал деп прямо айтасың. Алса алады, алмаса қояды. Жетішелпек, ет тамақ әкелсем дуалап әкелдің ба дейді енем. Енем дуақор деп айтады. Аузын айырсам қалай қарайсыз дейді. Сен не, каратистің ба не беле? Шаулин школды бітірдің ба не, бәрін аузын айыра берсең жер бетінде. Жер бетінде жаққамайтын шығар, бәрін айырып бітесің ба бәрін. Сөйлегендерін тем более енеңді айырсаң. Содан кейін бәрін айырсың. Мен Астананы айырып кел. Күшің көп болса сен Олимпиадаға қайырсаш, Олимпиада как раз Головкиннің қасына барып, мүмкін ауыз айырыштар сояқты жүреді. Сол жақсы сөз бе не жаным? Ертең бір күні айланып алдыңызға кеп қалмасын жаным. Біріншіден, екіншіден, соның кісінің жасына жете аласың ба, жете алмайсың ба, не сөз ол? Ойын күлкі болса, ойнайтын нәрсе емес. Мен сізге еске айтайын, дін ойнайтын нәрсе емес. Егер шын мәнінде осы жеткен жеріңіз, толған жеріңіз, толықсыған жеріңіз сол болса, онда жеткен екенсіз, онда жететін жеріне. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйге келгенде, келген күйде әйелі күлімсіреп қарсылады екен. Содан кейін аяғын өзі шешеді екен. Қайбір аяқ киім, өзі туфли емес, анық қой. Соның өзіне өзі шешеді екен. Қандай нәрсе ішесіз деп сұрайды екен. Су ішеді екен пайғамбарымыз. Отырғызып су алып кеп береді екен. Қолына су құяды екен. Бұл бір рет емес. Біз ана ақша алу үшін, Каспийден міне салып сыдыру үшін ғой, жоқ олай емес. Күнделікті өмірді солай істеген. Содан кейін үйге кіріп аяғын шешеді ғой. Қолынан ұстайды екен де пайғамбардың әйелі. Пайғамбар жасы келген кісі. Сол кезде қолынан ұстап бүйтіп, жетектеп алып келіп отырғызады екен орынға. Сол отырғызған кезде жолды бүйтіп қолын қысып қояды екен. Қараңызшы, бүйтіп қысып қояды. Я с тобой деп қояды. Сол кезде пайғамбарымыздың да жүрегі елжірейді. Содан кейін су алып келеді. Су алып келген кезде қолын бүйтіп тіреп тұрып құрметпен береді екен. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соның сондай жақсылығын көреді екен де, бүйтіп тұрып тартқан кезде мына қолды мына жақтан алып, былай жерден алмайды екен. Мына жақтан бүйтіп тартқан кезде жүрегімен қоса тартып жұлып алады екен, ар жағындағы бүкіл нәрсесімен. Міне. Ал біз істемейміз, біз ақша алу үшін, содан кейін ответ беру үшін, анау лишь бы арманға бір нәрсеге жету жоқ, олай емес. Ақша берсе де, ақша бермесе де, жаңағы бір нәрсе сатып алып берсе де, сатып алып бермесе де, жақсы сөз сөйлесе де, жаман нәрсе айтса да осы жасай беріңіз. Есебіңіздің ар жағын Құдай қайтарады жандарым.